Баштаймыз. Тақтадан не көріп тұрмыз? Үйге қандай тапсырма берілді? Астана туралы эссе айтамыз. Астана туралы эссе жазып. Астана туралы эссе және Астана туралы біліп келу. Кім қандай мәліметтер жасап келді? Кәдімгі білейікші, кім қандай мәліметтер жасап келді? Іздеп келді. Оқимыз. Қанекей, Бірназ. Дауыстың хаты шығарып оқи ғой. Нұр-Сұлтан, бұрынғы атаулары Целиноград, Ақмола, Астана. Нұр-Сұлтан қаласында адам тұрады. Қаланың аумағы 700 км² алып жатыр. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Тамаша, жарайды. Яғни бұрынғы атауы қандай болып еді Астананың? Ақмола. Даусымызды шығарып, белсенді қарап команда. Жақсы. Ал енді не себеп одан кейін барып қай жылдан бастап Нұр-Сұлтан болып ауысты балалар? Ақнұр? Осы 2019 жылы біздің Астана қаламыз Нұр-Сұлтан қаласы болып ауысты. Ауысты, иә? Жақсы. Жарайсыздар. Тағы қандай мағлұмат білеміз Астана туралы? Қандай мағлұматтар білеміз? Тағы да жауап береміз Нұрдана. Астана Целиноград деп аталған. Жарайды. Астана қаласы қай жерде орналасқан? Нұр-Сұлтан қаласы қай жерде орналасқан? Қай өңірде? Есіл өзенінің жағасында Сарыарқа көлінің сол жақ бетінде орналасқан. Нақты жауап береміз, иә? Жақсы, тамаша. Жарайсыздар. Ал енді балалар, бүгінгі біздің сабақта білесіздер, бір-бірімізді бағалаймыз. Қазір нелер болған кезде тапсырмаларды дискриптор арқылы жасаймыз. Ал енді қазір жаңа тақырыбымыз, бүгінгі біздің тақырыбымызды мына видеоролик арқылы танимыз, иә? Тақтаға қараймыз. Жазыларына қарап отырыңдар. Жақсы, жарайды балалар. Ал енді яғни бүгінгі біздің тақырыбымыздың оқу мақсаты ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптастырып, өз ойларын жете жеткізе білуге дағдыландыру. Яғни сабақ мақсатынан бізде оқу мақсатынан сабақтың мақсаты шығарып алады, білесіңдер. Бүгінгі сабағымыз біздің
жеткізу, бір-бірімізбен бөлісу. Жақсы, жарайды балалар. Енді мынау видеороликте не көрсетілді? Не туралы бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай екен сонымен балалар? Мерей? Осы біздің астанамыз туралы көрсетілген көрікті жерлеріміз туралы. Аха, яғни Нұр-Сұлтанның нелері көрсетілді? Нұр-Сұлтан қаласының көрікті жерлері көрсетілді, иә? Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сабақта Нұр-Сұлтан бейбітшілік қаласы. Нұр-Сұлтан бейбітшілік қаласы. Ал енді, не себепті біз Нұр-Сұлтанды бейбітшілік қаласы деп атаймыз? Алия? Өйткені ол жаққа көбінесе туристер, басқа шетелдердегі адамдар келеді. Келеді, тағы ой қосаңыз тағы? Неге бейбітшілік қаласы? Өзге ұлттар осы астанамызға келіп, бір шаңырақ құруда. Бір шаңырақтың астында иә, дұрыс айтады. Яғни біздің бұл Нұр-Сұлтан елордамыз болғандықтан, біздің бас қаламыз болғандықтан, бізде не істейміз соған, сол қалаға бағынамыз, сол қалаға қараймыз. Ал енді бейбітшілік қаласы деп неге айтылды? Соны ашып беріңдерші маған тақырыпты. Не себепті бейбітшілік қаласы деп айтылады? Не себепті? Жаңа айтылды ғой Алтынбек, соны әдемілеп ашайықшы. Не себепті? Өйткені өзге Назерке? Өзге біздің Қазақстаннан өзге елдерден келіп, бір ортақ бір шаңырақтың астында тұра біледі. Яғни бұларды не деп айтамыз? Яғни балалар, бұлар барлығы бір шаңырақтың астында тұрғандықтан, бір шаңырақтың астында біз бір отбасы болғандықтан не істеу керек? Олардың ауызбіршілік болу керек. Олардың мәдениетін сыйлау керек. Олардың салт-дәстүрін. Әр ұлттың өзінің салты бар ғой. Әр ұлттың өзінің салты бар. Соларды біз соны істеуіміз керек. Сыйлап, құрметтеуіміз керек. Біз соларды сыйлап, құрметтеуіміз біз істеп отырмыз. Тату тәтті өмір жатырмыз. Жарайды балалар. Яғни біз Нұр-Сұлтан бейбітшілік қаласы деп бекер айтылмайды. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сендерге айтылдым. Сол мақсат бойынша қазір жұмыстар жасаймыз. Енді кітаппен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі күн жазамыз. Қарашаның 13-і сынып жұмысы. Сынып жұмысы. Ал енді бері қараймыз. Қаламсапқа қоямыз. Ал енді біздің алдыңғы сабақта біз Астана туралы кішкене ғана шолу өтті, біз жалпы мағлұмат алған жоқпыз. Бірақ біздің грамматикалық тақырыбымыз не болды? Термин, неологизм және кәсіби сөздер, диалект сөздер. Ал енді соған тоқталып өтейікші балалар. Термин сөздер дегеніміз не? Термин сөздерге не аталады? Термин сөздерді қандай сөздер деп атаймыз? Термин сөздер ақиділ, термин сөздер кеше айтылды ғой, термин сөздер өзге, мысалы, қандай мамандық болсын? Өзге мамандық, өзге ұлттың өзінің тілі. Жоқ, тағы да әр саланың Өз мамандардың өзінің тілі. мысалы, дәрігерлер басқаша сөйлейді. Өздерінің терминдер болады. Жақсы, өздерінің сөздер болады. Өздерінің сөздер болады. Олардың мысалға дәрігерлер жарақаттанушы дейді, ал біз болсақ оқушылар дейді. Тағы мысалы біз айтамыз, жарайды, тамаша.
Енді мысалы біз айтамыз, әр саланы, мысалы биология сабағында, биология сабағында біздің оның өзінің нелер болады? Сөздері, терме сөздері болады. Биологияда ол басқа қазақ тілінде кездеспейді. Физика сабағында, басқа терме сөздер болады. Жақсы, ал диалект сөздер дегеніміз не? Диалект сөздер дегеніміз не еді? Диалект сөздер. Кеше айтылған диалект сөздер. Гүлназ, диалект сөздер. Қандай сөздер? Мысалы, мен айттым, оңтүстік өңірде, Шымкент қаласында. Мысалы, қайни? Қызылордада ағаны тәте дейді. Әпкені әпше дейді. Жақсы. Тағы, біз мысалы, кірлен деп айтсақ, өзге өңірде леген деп айтады. Яғни диалект сөздер дегеніміз не бала? Әр өңірдің өзінің диалект сөздері болады. Жақсы. Ал енді бала, неологизм дегеніміз не? Неологизм Ақнұр. Жаңа сөздер, даусымызды шығарамыз. Жаңа сөздер. Ал жаңа сөздер қазіргі қолданыста енгізіліп жүрген жаңа сөздерді айтамыз. Жақсы. Жарайды балалар. Енді осы бойынша қазір жұмыс жасаймыз. Кітапқа қараймыз. 63-ші беттегі мәтінді 2 минуттен жылдам оқимыз. Тез жылдам қарайын. Әлия дауыстап оқышы кәмеге. Астана ынтымақтастықтың және келісім ордасы. Астана әлемдегі ең жас елорда. Ол DMD аймағындағы ең қауіпсіз қалалардың бірі. Астанада қазір 120 этнос өкілдері ортақ мақсат идеясымен еңбек етуде. Қалада 30-ға жуық ұлттық мәдениет орталық жұмыс істейді. Әлемдік және дәстүрлі діндер өкілдері құрылтайын өткізетін бейбітшілік түрлі және келісім сарайы осы Астанада орналасқан. Ағай, Гүлназ. Қазақстанның жаһандық брендіне айналған бас қаламыз шығыс пен батыс өлкелерін жалғайтын алтын көпір. Астананың халықаралық дәрежедегі зор беделі мен саяси салмағына қаламызда тұрақты түрде өтіп келе жатқан жаһандық басқосулар дәлел бола алады. Басқосулар дәлел бола алады. Жақсы, жарайды бала. Осы мәтінді оқыдық, мәтінмен таныстық. Енді топтап талқылау. Енді бітесіңдер. Енді бұлай, бізде дискриптор бойынша осы мәтінді оқиды және ажырата алады. Яғни бұл жерде сендер бітесіңдер. Бірінші топ жаңа сөздерді екі топтан істейді. Жаңа сөздерді табамыз ішінен. Кәмеге тез жылдам. Жылдам. Кәні оқиықшы, бірінші сөз таптық ба? Қандай сөз бар? Жаңа сөз, қазіргі қолданыста енгізіліп жүрген. Ақнұр? Жақсы. Кім мұрдана? Елорда. Тамаша, Гүлназ? Бренд, өте тамаша, жарайсың. Гүлназ, Қазеке? Этнос.
Etmas жақсы. Ғайни Құрылтай тамаша. Өте жақсы. Ерасыл жаһандық тамаша. Жарайсыңдар. Яғни бала біз осы қазір қолданыста енгізіліп жүрген жаңа сөздерді айттық. Кәдімгі мәтінмен таныстық және ажырата алдық, жаңа сөздерді. Тамаша. Енді 62-ші бетте екінші тапсырмаға қараймыз балалар. Кітапта 62-ші бетте екінші тапсырмаға қараймыз. Ол жақта не деп тұр? Терминдер мен кәсіби сөздерді тауып жазыңдар. Олардың қай салаға қатысты екенін дәлелдеңдер. Тамаша. Енді дискриптор бойынша тапсырманы орындаймыз. Термин сөздерді табады, керекті сөздерді ашады. Яғни керексіз сөздерді анықтайды деп жазасыз. Керекті сөздерді анықтайды. Ал қанекей кеттік. Бірінші, екінші, үшінші не берген? Жыдам орындаймыз. Жаңа айтылды термин сөздер, кәсіби сөздер дегеніміз неді бала? Әр саланың, әр мамандықтың өзінің тілі болады. Жарайды. Өте жақсы. Жылдам орындаймыз. Бірігіп жасаймыз, тапсырманы бірігіп ақылдаса отырып. Алтынбек жұмыс жасап отырмыз ба? Кәдімгі таптың ба Алтынбек сен? Қандай сөзді таптың? Қай салаға жатады екен ол? Термин сөз ба? Жоқ, кәсіби сөз ба? Алтынбек? Кәдімгі тез жылдам жауап береміз. Үшінші мәртебедегі Тыңдаймыз. ұстаның айтатын сөздері. Бұны көп адамдар түсіне бермейді, ұсталар ғана түсінеді. Арақ балтам, жүзі кедір бұдыр балтам. Керме ара, жүзінің ортасында тіредіші бар арам. Шербет үлкен ара, аталға ойық жүзді шор, тұшуыр, бұрақ тесетін құрал, әрбір шойын тескіш, аттыс темір қысатын құрал. Тамаша. Дұрыс жауап берді ма? Қан бағалап жіберейікші. Ерасыл дұрыс жауап берді ма? Қай жағынан? Нелерді тапты? Барлық термин сөздерді дұрыс тауып берді деп дұрыстап бағалаймыз. Кәдімгі тағы кім жауап береді? Тағы термин сөздер, кәсіби сөздер. Гүлназ не жақсы? Оқимыз. Қарап тыңдап отырамыз, бағалаймыз. Синтаксистік. Кіші, формалы, үлкалы, керме ара, ойнақ, пардос келтек. Жарайды. Бұлар нелер? Термин сөздер. Термин сөздер. Термин сөздер. Яғни қалай айтамыз? Неге олар термин сөздер дейді? Бұл әртүрлі мамандықтардың өздерінің тілдері. Әртүрлі маманның, әр саланың өздерінің тілдері. Дұрыс айта ма Ақбеділ? Қандай жағынан? Қалай айтасың? Қалай бағалайсың? Өте жақсы. Термин сөздерді бәрін тапты. Киім тігетін адамның
Жақсы. Яғни біз дескриптор бойынша орындадық па? Қуаныш, нені таптық біз? Дескриптор бойынша таптық па? Термин сөздерді таптық, сосын керекті сөздерді аштық. Керекті сөздерді анықтай білдік. Жақсы. Енді балалар, мына жерде мен қазір сендерге бізде бүгін бейбітшілік Нұрсұлтан бейбітшілік қаласы болғандықтан не істеймін қазір? Мынадай блокнот қорғаймыз. Қолдарында маркерлерім бар. Мынаны ортаға жасайсыңдар. Алғашында. Енді бүйтесіңдер. Бейбітшілік келісім сарайын саламыз. Бейбітшілік келісім сарайын саламыз. Иә. Бейбітшілік келісім сарайын саламыз. Түсінген ол жақтарда не өтеді? Соны қанекей түсіреміз. Сызамызша. Жақсы. Нағылға жасап жатыр. Мемлекетке маңызды, халықтың маңызды, халықтың жағдайын Бұл жерде жиналыстар болады. Қазақстанның бейбітшілік сарайы. Бірден барлығын бір-бірден оқып шығамыз. Еліміздің бейбітшілік екенін білдіреді. Бұл жерде құрылтайлар өткізіледі. Тамаша тағы да. Жиналыстар болады. Еліміздің бейбітшілігінен білдіреді. Бейбітшілік екенімізді білдіреді. Тамаша. Координатор бағалап жіберейікші. Бағалап жіберейікші. Кәмеки, мерей қалай бағалаймыз? Өте жақсы жазған, суретінде жақсы салған, және де жеткілікті жазған. Барлығы жауап берді ма? Иә, барлығы жауап берді. Тамаша. Келесі топ. Кәмеки, жауап береміз. Қайсысын жауап? Бір-бірден оқушындар жылдам. бұл жерде бәрі бір-бірімен ақылы. Тамаша. Қаланың жобасы өткізіледі. Жақсы. Халық жағдайы туралы қойсаңыз. Тамаша. Өте шарттар болады. Жақсы. Жарайсыздар. Яғни бала, бұл бізде келісім және бейбітшілік қаласы сарайы нені білдіреді екен? Өзінің аты айтып тұр. Иә бала? Қандай деп тұр? Бейбітшілік сарайы. Бейбітшілік және келісім сарайы. Бейбітшілік және келісім сарайы. Кәмеки бағалап жіберейікші. Бейбітшілік топ өте жақсы жазған, толық жазған, ойларын жақсы жеткізіп отыр. Жақсы, тамаша, көшіп етеміз. Жарайсыздар. Жақсы бала. Енді қорыту
Тексеріп жауап не? Келесі. Астана қаласының күні қашан? 6-шы тамаша. Өте жақсы. 2009 жылдың көрсеткіштерінде Астана қаласының миграциялық сальдосы қашан адамды құрады? Қанша адамды құрады? 36,754. Қай жылы Қазақстан Республикасының премьер-министрінің кеңсесі Ақмолаға көшті? 1994 Ойланамыз. 97 Жақсы. Тамаша. Келесі Астана қаласының жалпы аймақтық өнімінің 22% не толықтырып отыр? Тамаша. Жарайсыңдар. Тест сұрақтарына жауап бердік. Қанша тек тұр? Аха, бір сұраққа ғана біз дұрыс жауап берген жоқпыз. Я балалар, жарайды, бірақ келесі жолы оны ондай егер қателік. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта өте жақсы атсалыстыңдар. Мысалы, біз сабақтың үрдісінде, сабақ үдерісінде біз бір-бірімізді бағалап отырдық. Әр оқушы жауап берген бойынша біз солай бағаладық. Бірақ бүгін өте бүгінгі сабақ жақсы болды ма? Қалай ойлайсыңдар? Кәні баспармақ арқылы бір-бірімізді бағалайық. Жарайды. Ал енді бұл баспармақ арқылы бағалаған күнде де балалар, мен әрқайсыңды бағалағым келіп отыр. Мысалы, мен қазір мен сіздердің студенттердің жақсы жарайды деп бағалап беремін ғой. Бүгін мысалы мен жақсы, өте тамаша деген менге баға қойдым деп отыр. Не себепті? Өйткені ол белсенді сабаққа атсалысып отырады. Біз мысалы Гүлназда өте сабаққа жақсы атсалысып отырды, барлық белсенділік танытып отырды. Нұрдана жақсы сабаққа атсалысып отырды. Мен сондықтан оған өте жақсы деген баға беремін. Ақнұр жақсы сабаққа атсалысып отырды. Келесі жолы да сабаққа жақсы атсалысайық. Назерке, Айым өте жақсы қатысып отырды. Ерасыл, Ғайни, бірақ мынау сабаққа атсалыспай, үндемей отырғандарымыз не істеу керек? Келесі сабақта тартылу керек, тартылу керек. Сондықтан не істеуіміз керек? Сабақта белсенді қатысып отыруымыз қажет. Үйге тапсырма аламыз. Үйге тапсырма. Астана бейбітшілік қаласы деген кезде аңыз қала деген бізде Бауыржан Жақыптың несі беріп тұр? Өлең жолдары беріп тұр. Өлең жолдары беріп тұр. Бауыржан Жақыптың. Сол аңыз қаланы жақтап келеміз. Жақтап келу. Үйге тапсырма. Аңыз қаланы жақтап келу. Аңыз қаланы жақтап келу. Және ереже дәптерімізге ережелерді жазып келу. Жақсы. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.